жүрек ауруларын қалай емдеуге болады? Жүрек аурулары жүрек және қан тамыр жүйесінің бұзылуынан пайда болады. Оған басқа да түрлі себептер әсер етеді. Бұл жүрек ауруына қандай нәрселер әсер ететін себеп болатын және де қандай халық емі бар екенін білгіңіз келсе, мына видеоны міндетті түрде аяғына дейін көріңіз. Ұнаса да, ұнамаса да тіркеліңіз. Осылай жасау арқылы біріншіден қазақ тілді контенттің дамуына үлес қосасыз. Екіншіден ана тіліміз қазақ тілінің дамуына азғантай да болса септігіңізді тигізесіз. Дос жарандарыңызбен бөлісіп, қоңыраушанды басып қоюды ұмытпаңыз. Келесі видеоларды жіберіп алмас үшін. Жүрек ауруларының жиі кездесетін түрлері ревматизм, гипертония, жүрек ақауы, жүрек демікпесі, миокард инфарктісі және тағы басқалар. Жүрек қан тамырлары ауруларының түрлері қандай? Жүрек қан тамырларының жарылуы. Жүрек бұлшық етін қанмен қамтамасыз етіп отыратын қан тасымалдаушы тамырлардың зақымдалуы. Бас қан тамырларының ауруы. Миға қан тасымалдайтын тамырдың зақымдалуы. Перифериялық артерия ауруы. Аяқ пен қолға қан тасымалдайтын қан тасымалдаушы тамырлардың ауруы. Ревмокардит, стрептокок бактерияларының ревматикалық шабуылының нәтижесінде жүрек бұлшық еті мен жүрек клапанының зақымдалуы. Туа біткен жүрек ақауы. Баланың дүниеге келген шағынан жүрегінің деформациялануы. Терең тамырдың тромбозы және өкпе эмболиясы. Жүрек пен өкпеге жететін қанды тасымалдайтын аяқ қан тамырларында қанның ұйып қалуы. Инфаркт пен инсульт. Әдетте жүрек пен миға баратын тамырлар бітеліп қалған кезде мазалайды. Жүрекке қан жетпеген жағдайда қандай аурулар пайда болады? Жүрек қан тамырларының бұзылуы мынандай ауруға шалдықтырады. Вена қан тамырларының кеңеюі. Ұзақ уақыт аяғынан тік тұрып жұмыс істеген адамдарда вена қан тамырлары кеңейеді. Сыртынан түйін болып көзге айқын білінеді. Аяқ көп қимылдаған соң оның бұлшық еттері де жиырыла алмайды. Жүрек кемістігі. Жүрек кемістігі туа пайда болған және жүре пайда болған деп екіге бөлінеді. Туа пайда болған кемістік іште жатқанда ұрық жүрегінің дұрыс қалыптаспауынан туындайды. Ондай ақау жүректің жүрекшелерінде байқалады. Жүре пайда болған кемістік жұқпалы аурулардың әсерінен де болады. Анемия, қаназық. Анемия қанда эритроциттердің азайып, гемоглобиннің кемуінен болады. Негізгі себептер денеден көп қан кету, химиялық заттардың удың, безгек ауруының әсерінен эритроциттердің тіршілігін жоюы, бауыр, көкбауырдың зақымдануы, эритроциттердің түзілуіне қатысатын заттардың темір, В2 витамині, осылардың жетіспеуі және тағы басқалар. Қан оттегіне қанықпағандықтан мүшелер мен ұлпаларға оттек жетіспейді. Осы себеппен зат алмасу бұзылады. Эритроциттердің мөлшері азайғанда қанның тұтқырлығы төмендеп, жүрек соғуы жиілейді. Қаназықтан жүрекке көп күш түседі. Оны қан құю арқылы емдейді. Аққан лейкемия ауруы. Аққан лейкемия ауруы лейкоциттердің тез көбейіп, қан ағынын толтырып жіберуден пайда болады. Лейкоциттер эритроциттердің түзілуіне кедергі жасайды. Бұл ауруды рентген сәулесі радиоактивті элементтермен емдейді. Жүрек ауруының белгілері қалай білінеді? Жүрек ауруларының алғашқы ескертуі ретінде инфаркт пен инсультты атауға болады. Науқаста бастапқыда мынандай белгілер байқалуы мүмкін. Кеуде жасушалары ауырып, жайсыз сезім болады.
Қол мен сол жақ иық ауырып, шынтақ жақ немесе арқада жағымсыз сезім пайда болады. Кейде бет жансызданады, көзі көрмей қалуы мүмкін. Бұдан басқа науқастың басы айналып, дем жетпей жүрегі айниды. Қандай факторлар әсер етеді? Теледидар көру. Ұзақ уақыт теледидар алдында отыру жүрек ауруы және сал ауруына шалдықтырады. Депрессия. Стрессті, агрессивті және депрессияға жиі түсу жүрекке едәуір зиян тигізеді. Қорылдау. Бұл ұйқы жайсыздығының жүрекке әсері екенін білдіреді. Жалғыз өмір сүру. Айналадағы ортамен араласу адамның денсаулығына пайдалы. Денеге шамадан артық күш салу. Спортпен шұғылдану кезінде денеге шамадан тыс артық күш салу және толығымен тастап кету зиянды. Спиртті ішімдік. Спиртті ішімдіктердің салдарынан пайда болатын артық салмақтар да жүрек саулығына кері әсер етеді. Тым көп тамақтану. Күнделікті шекерлі сусындардың орнына қарапайым су ішу керек. Нан және ұн өнімдерін азайтқан дұрыс. Шекер, май және калория көлемі тым жоғары азықтардың құнарлығы төмен болады. Темекі. Жүрек ауруының басты себебі темекі шегу. Тұз. Неғұрлым тамақта тұз көп тұтынылса, қан қысымы да арта түседі. Жүрек қан тамырларының алдын алу үшін, жүрек ауруының алдын алу үшін жеміс-жидек пен көкөністер жеу және диета сақтау маңызды. Болмасы нәрсеге алаңдап ашуланбаңыз. Жиі жүгіріп тұруды әдетке айналдырыңыз. Салмақ қоспауға және өз салмағыңызды сақтауға мән беріңіз. Тым ауыр, шаршататын жұмыстардан аулақ болыңыз. Уақытылы ұйқы және демалуды назардан тыс қалдырмаңыз. Күніне кем дегенде 10 минут таза ауада серуендеу пайдалы. Емделуі қажет тістерді емдетіңіз. Көп мөлшердегі майлы еттерді, сүтті тағамдарды тұтынбаңыз. Консерві, шұжық, сыр, маринатталған тағамдар, балық, шоколад сияқты азықтарды аз тұтыну қажет. Жүрек ауруын өз бетімен үй жағдайында емдеуге болмайды. Кардиолог мамандардың айтуынша, бұл организмдегі басқа аурудың туындауына себепші болуы мүмкін. Сондықтан әр 6 ай сайын жүрегіңізді тексертіп тұрған жөн. Медицина, бірақ бізде қосымша халық емі де бар. Енді бұл жүрек ауруына халық емі не дейді? Сол енді халық еміне келейік. Бұл жерде халық емінде мынандай дейді: жаңғақ ішіндегі дәрі арасында қабыршақтардан бір ас қасық ұнтағын 250 грамм спиртке, бір ас қасық ұнтағын 250 грамм спиртке бір ай ауа кірмейтін құйып, салқын жерде сақтау керек. Осының 15-20 тамшысын 50 грамм жылы суға қосып, 2 ай бойы 3 мезгіл ішсе, жүректің барлық сырқатына ем болады дейді. Долана жемісінің 200 граммын жуып, 200 грамм суда 30 минут баяу жанған отта қайнатып, 2-3 ай бір стаканнан 3 мезгіл ішсе, бұлдай емдейді. Қызыл долана ағаш қабағының ішкі жағында ақ кілегей қабығын кептіріп, ұнтақтап, 2 ас қасығын 1 литр суға салып, 10 минут қайнатып, 2 сүтке тұндырады. Осыған 1 ас қасық бал қосып, күніне 20-25 грамм 3 мезгіл ас алдында 1 ай ішу керек. 10 күн демалып, тағы қайталай берсе болады. Бұл да жүрек ауруына ем екен. Долананың гүлін көлеңкеде кептіреді. Осының 200 грамм ұнтағын 2 литр балға араластырады. 3 мезгіл 3 ай бойы күн сайын ас алдында ішу керек. Бұл жүрек ауруының бәріне ем. Шие мен сары өрік компонентін үнемі үздіксіз ішіп жүрсе, жүректің талмасын кетіреді. Алмұрт дәнінің 200 граммын 3 литр суға салып, 40 минут қайнатамыз. Сүзіп алып, алма сөлінен 100 грамм қосып, күніне 3 мезгіл 50 граммнан ішіп, қысымды қалпына келтіреді. Қабығынан ашылған пісте 0,5 грамм, сары мейіз
0,5 грамм, жаңғақ 0,5 килограмм алып, әбден түйгіштеп араластырады. Осы қоспаға 1 килограмм құйрық пен 1 килограмм балды қосасыз. Осының жүрек ауруының барлық түріне бір ас қасықтан 5 мезгіл жеу керек. Бұл жерде мен қателесіп кетіппін. Асылған пісте жарты кило, сары мейіз жарты кило, жаңғақ дәні жарты кило. Осы барлық қоспаны 1 килограмм құйрық пен 1 килограмм балды қосасыз. Бұл барлық жүрек ауруына емдейді. Одан кейін тағы да бұл жерде жалбыз туралы айтылады. Жүрек ауруына таптырмас емнің бірі жалбыздың жапырағы жүрек ауруына ем екен. Сондай-ақ оны бүйрек пен бүйрек түбекшесі бауыр мен бауыр жолының қабынуына қарсы қолданады. Жалбыздың құрамына ментол кіреді. Ол стенокардия, жүректің демікпелері ұстама ауруын емдеуге қолданылады. Жалбыз жүрекке қан апаратын қан тамырды кеңейтеді дейді дәрігерлер. Деміккенде емдейді. Халық арасында жалбыз ұнтағын бал орнына сары майға араластырып қабылдаса, демікпе сырқатын жазып, тыныс алу жолдарын тазартады деген сенім бар екен. Сонымен қатар жалбыз булығып жөтелгенді тиіп, қарлыққан дауысты ашады. Егер тершең адам жалбыздың кепкен жапырағын ыстық суға бұқтырып, демдеп, жатар алдында жарты стаканын ішсе, тершеңдігі басылады. Ал аяғының шуашы бар адамдар жалбыз тұнбасына 3 мезгіл аяғын жуып жүрсе, жағымсыз иістен арылады. Полиартит дертіне шалдыққан адам кепкен жалбыз шөбін суға қайнатып, күніне 1 реттен жатар алдында ванна жасап ішсе, сырқатынан сауығады. Сіздерге пайдалы ақпарат бердік деген ойдамыз. Видео ұнаса да, ұнамаса да тіркеліңіз, лайк басыңыз, коммент жазыңыз. Жақын жуық дос-жарандарыңызбен бөлісіп, қоңыраушанды басып қоюды ұмытпаңыз. Осылай жасау арқылы біріншіден қазақ тілді контенттің дамуына үлес қосасыз. Екіншіден ана тіліміз қазақ тілінің дамуына азғантай да болса септігіңізді тигізесіз. Бар болайық, бай болайық. Бәрінен де денсаулық зор байлық екенін ұмытпайық. Ағайын.